Сәлеметсіздер ме, менің YouTube көрермендерім? Маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Бұл өте маңызды. Мен бүгін раскладында жігіттің ойы қандай сізге деген соны ашатын боламын. Сізге деген ойы қандай? Жігіттің ойы қандай? Көретін боламыз. Сіз қазір жалғызсыз. Сіз қазір жалғызсыз. Нәтижеге жаңағыдай сіздің тәжірибеңіз бар адам негізі. Болашағыңыз оң, жұмысыңыз тәжірибелі ақпаратпен байланысты болып тұр. Жұмысыңыз махаббатқа келетін болсақ, сенімді қарым-қатынас. Үйленгісі келеді жігіт сізге. Сіз бірақ қазір жалғызсыз. Сіз қазір жалғызсыз. Белсенді әрекет. Белсенді әрекет. Кәсіпкерлік әрекет. Бір нәрсені бастау үшін уақыт беріледі сізге. Жаңа бастамалар бастауға жаңа мүмкіндіктеріңіз бар. Карта осылай шықты. Мақсатқа жету. Мына жерде мақсатқа жету. Бір нәрсені аяқтау, нүкте қою бір нәрсеге. Болашақта мақсатқа жетесіз, жауап иә деп тұр. Жұмысыңыз, сіз өз орныңызды таптыңыз. Махаббатқа келетін болсақ, иә, махаббатыңызды таптыңыз деп тұр бұл жерде. Бір нәрсені аяқтау дейді. Бір нәрсені аяқтау. Және жігітіңіздің тұрақтылық дейді. Бұл жігіт сізге тұрақты болады. Ақыл ой жетілген, сондай жігіт екен. Маңызды жоспарларыңыз бар. Бұл болашақта әке болуы мүмкін. Жігітіңіз үйленгісі келеді. Сенімділік сондай бар бұл жігітте. Осы қалпында қалады жігіт. Бұл сізді таңдаған болып тұр. Осындай карталар шықты. Бұл жерде сіз жалғызсыз қазіргі уақытта. Ары қарай көрейік. Жігіттің ойы қандай сізге деген? Сіз оны әлі де сынап жатқан сияқтысыз. Қаржы мәселесі түсті. Қаржы мәселесінде күтіп жатқан боларсыз. Қаржы мәселесі де қолыңызға тиеді. Сіз оны өте жақсы көреді екенсіз. Ол да сізді жақсы көретін сияқты мына жерде. Бұл жерде влюбленный түсті. Егер де бұл теріс болатын болса, онда бұл жалған сондай болуы мүмкін еді. Бірақ оңынан түсті. Картаңда негізі теріс мағыналары бар. Бір отырыс, жиын, бір көңілді жиын отырыс күтіп тұр. Сіз негізі жігітіңізбен жиі ренжісіп, сондай болып қалуыңызда әбден мүмкін. Және де жұмысыңызда конкуренция дейді. Бақталастық сондай болып жатқан сияқты. Сіз тартымдылық бар сізде. Сіз қазір депрессияда болуыңыз да мүмкін. Бұл жерде ештеңе көрмей тұрсыз.
мына жерде картада мына көрінбей тұрса көрсетейін. Бұл жерде не істеріңізді білмей жатқан боларсыз. Мына жерде тартымдылық бар. Сіз және жұмысыңызда жетістіктерге жетесіз. Қаржы мәселесінен де бір қиналып жүрген боларсыз, сондықтан қаржыны күтіп отырған боларсыз. Бұл уақытша нәрсе болып тұр. Сіздің бұрынғы отношение, бұрынғы қарым-қатынасыңызда бір адам бар негізі ойыңызда. Соны ұмыта алмай жүрген сияқтысыз. Естеліктер мазалайды. Сіз таңдау үстіндесіз. Таңдау. Қатты ойланып таңдау үстіндесіз. Сіз жігітіңізді күтеді екенсіз. Оны жақсы көресіз. Бірақ естеліктер бар. Бір адам бар ойыңызда. Материалдық жағдайыңызда жақсарады. Сіз күтпеңіз деп тұр мына жерде. Теріс шықты. Жігіт өзі келеді, сізді жақсы көреді. Ойлайды, жақсы көреді, өзі келеді. Уайымдауға еш себеп жоқ деп тұр. Король жезлов шықты. Бұл жерде жігіттің қолында болып тұр қазір. Үйлену, үйленбеу деген мына отбасы шықты мына жерде. Үйлену, үйленбеу деген өзіңіздің жаңа жігіттің қолында болып тұр. Үйлену, үйленбеу деген сияқты мәселелер. Жігіттің де мінезі бар негізі. Оның да бір проблемалары бар сияқты, бір ойында бір мазалайтын бір сондай бір проблемалары бар сияқты. Романтик жігіт, өте романтик. Өте романтик жігіт. Сіз бір нәрсені бастау үшін жылдам әрекет жасау керек деп тұр сізге де. Күнделікті өміріңіз өтіп жатыр, көңілді болып өтеді. Бұл жерде сіз жаңағыдай тартымдылықты ұстау бағана. Бұл жерде жаман қасиет негізі. Жаман қасиетіңізде болуы мүмкін. Ары қарай көрейік, жігіттің ойы қандай. Сіз жұмысыңыз бар, өзіңізге жетеді. Бірақ қаржы мәселесі жағынан кішкене қиындау болып тұр, бірақ уақытша нәрсе. Жігітте жұмыс істейтін сияқты бұл жерде. Бұл жерде даму картасы. Алға қарай даму деген сияқты ойларыңызда бар. Бәрі жақсы болады. Бұл жерде карта дурак. Бұл өзіңізді жаңағыдай тез әрекет жасауға мүмкіндік беру, тез әрекет жасауға. Бұл жерде сіз асықпай тұрсыз. Жаңағы ойлаған адамыңыз бар дедім ғой алдында. Соны ойлап, сол ойларыңызда маза бермейді. Бірақ алда күн шығып тұр, алға қарай талпыну, алға қарай ұмтылу деген сияқты карталар шықты. Енді бұл жерде бұл негізі соңғы сынақтың картасы. Сіздің қалауыңызша емес, бұл соңғы жаңағыдай соңғы сынақтың картасы. Бірақ алда әлі жаңа бастамалар, жаңару бар. Жаңа өткен кеткеннің бәрін жеңу керек. Әрі қарай даму үшін. Әрі қарай даму үшін өткендерді ұмыту керек деп тұр. Алға қарай жүру үшін. Жігіт өте жақсы көреді, үйленгісі келеді. Жаңа өмір бастау деп тұр. Бұл жерде жігіт сізбен. Сіз оған қол жетпестей бір жұлдыз, бір арманыңыз өз қолыңызда болып тұр. Бұл жігіттің негізі сізге қол жетпейтіндей бір жұлдыз ретінде көреді. Қол жетпейтіндей.
сізді өте қатты жақсы көреді. Жігітіміз. Енді жігітіңіз сіз туралы жақсы нәрселер ойлайды. Бұл жерде повешенный. Бұл негізі өз-өзін асып қойған. Бұл жаңағыдай ойланып жүр жігіт. Жақсы көреді, бірақ қандай да бір мәселелер бар, сол үшін ойланып жүр. Сізді самостоятельная деп ойлайды, өзін-өзін қамтамасыз ететін әділ жан деп ойлайды сізді. Және де өте қу деп ойлайды екен. Бұл жерде қулығы да бар деген сияқты ойлайды жігіт. Жаңа бастамалар, жаңа мына жерде аяғының астынан бір от шығып тұр. Бұл жаңа бастамаларға ұмтылыс. Сізді қимайды, осындай болып тұр. Енді жігітіміздің ойы, қорқынышы бар. Өзінің ойында бір қорқынышы бар. Сізден айырылып қалам ба деген қорқынышы бар. Қызғанады, өте қызғаншақ. Және де бұл жігіттің де бұл жігіттің де негізі өткен ара қатынасында бір қыз болған негізі. Соны да ұмыта алмайды. Сіз де ұмыта алмайсыз, ол да ұмыта алмайды. Бұл екі ойлы болып жүрген сияқты. Бірақ сіз жақсы көреді, екі ойлы болып жүр. Сізді де күтеді. Қашан кездесеміз, кездесу қашан болады деген сияқты сізді күтеді. Жол апара жатыр сізге қарай. Бұл жерде екіге айырылып кетем ба деген сияқты қорқынышы бар. Сізді қатты қызғанады екен. Жұмысы да бар жігіттің. Армандарын бәрі орындалатын сияқты жігіттің негізі. Ойлаған істерінің бәрі. Енді мен осы раскладым аяқталды. Егер де сіздерге сәйкес келсе, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Каналыма тіркеліңіздер. Осы раскладым сіздерге сәйкес келмесе, келесі видеоны күтіңіздер. Қош сау болыңыздар.